Атырау облысында жоғалып кеткен отбасының ісіне қатысты халықаралық іздеуде жүрген күдікті күйеу бала ұсталды. Ол Индонезияда қолға түсті. Бір отбасының 4 бірдей мүшесінің үшті-күйлі жоғалып кеткені туралы ақпарат өткен жылдың қараша айында айтыла бастаған. Ал 6 қаңтар күні Жангелдин ауылынан 66 жастағы Мақсат Қарабалин мен оның 64 жастағы жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваның мәйіттері табылды. Ерлі зайыптыларды өлтірген күдікті деп отбасының күйеу баласы танылып, оған халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері оны шетелдік әріптестермен өзара іс-қимыл нәтижесінде Индонезия Республикасының Ломбок аралындағы Сенару ауылынан тапты. Қазір оны депортациялау мәселесі пысықталып жатыр. Онымен бірге бұған дейін хабар ошарсыз кетті деп халықаралық іздеуге жарияланған бұрынғы жұбайы да анықталды. Бұл жөнінде Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Тергеу деректеріне сәйкес 2025 жылғы қараша айында Атырау облысы Жангелдин ауылында күдікті ұзаққа созылған тұрмыстық жанжал мен пайда күнемдік ниет негізінде екі адамды қасақана өлтіруді алдын ала жоспарлап жүзеге асырған. Қылмысты жасағаннан кейін ізін жасыру мақсатында мәйіттерді шаруашылық құрылысының астына көміп, қан іздерін жойған. Сондай-ақ жәбірленушілердің мүлкі мен қаражатын иемденген. Қазіргі уақытта оларды Қазақстан Республикасына депортациялау мәселесі қарастырылып жатыр, делінген құзырлы орган таратқан ақпаратта. Қадірлі көрермендер, бір отбасының 4 бірдей мүшесі із-түзсіз жоғалып кетті деген хабар былтырдан бері жұртты алаңдатып келген еді. Әсіресе жасы келген ата-әженің тағдыры көпшіліктің жанын ауыртты. Кейін олардың мәйіттері табылғаны туралы ақпарат тарағанда үміттің үзіліп, орнына ауыр қайғы келгенін сездік. Енді міне күдіктінің Индонезиядан ұсталғаны белгілі болды. Қанша жерден қылмыс шетелге қашумен жасырылмайтынын осы жағдай тағы бір рет көрсеткендей. Ең ауыры бұл оқиғаның отбасы ішінде болғаны. Өзінің күйеу баласы деген ақпаратты естігенде адам одан сайын күйзеледі. Қанша жерден тұрмыстық жанжал болды, түсініспеушілік болды десек те, екі адамның өмірін қию еш ақтауға келмейтін әрекет. Оның үстіне қылмысты алдын ала жоспарлап, кейін ізін жасыруға тырысқаны айтылып отыр. Мәйіттерді көміп, айғақтарды жойып, мүлікті иемдену, бұның бәрі салқынқандылықты білдіреді. Бұндайды естігенде адам қалайша сонша қатыгез бола алады деген ойда келеді. Бұл жағдай қоғамға да үлкен сабақ болуы керек сияқты. Кейде отбасындағы жанжалға өзара шешіп алар деп сырттай қарай саламыз. Ал шын мәнінде ұзаққа созылған дау-дамай, қаржылық қиындықтар немесе басқа да себептер ауыр қылмысқа ұласуы мүмкін екенін көріп отырғандаймыз. Сондықтан бұндай белгілерге бейжай қарамау керек шығар. Туыстар, көршілер, жергілікті органдар дер кезінде назар аударса, бәлкім кейбір қайғылы жағдайлардың алдын алуға болар ма еді деген ой келеді. Күдіктінің шетелде ұсталғаны құқық қорғау органдарының жұмысы нәтижесіз емес екенін көрсетеді. Қанша жерден алыс елге барып жасырынса да, заңнан қашып құтылу оңай емес. Енді оны елге қайтарып, әділ тергеу жүргізу маңызды. Әрине, марқұмдардың орны толмайды. Бірақ әділ жаза тағайындалса, бұл қоғам үшін де, жақындары үшін де маңызды қадам болар еді. Бұндай қайғылы оқиғалар қайталанбаса екен деген тілек бар. Адам өмірінің құны бәрінен жоғары екенін әрқайсымыз түсінуіміз керек.